Brainstas онлайн курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздердің үйренетін сабақтарыңыз Lumio платформасы арқылы жұмыс жасау. Ол үшін Google-ға интернет желісіне Lumio деп жазасыздар. lumio.com деп жазсаңыздар да болады. Lumio деп жазған соң өзі астынан сіздерге осындай сілтеме шығады. sweetsmarttech.com. Міне дәл осы сілтемені басып платформаға өтесіздер. Платформаға өткеннен кейін міндетті түрде тіркелу жүреді. Міндетті түрде Google аккаунт арқылы тіркелсеңіздер де болады, және өздеріңіздің электронный почталарыңыз арқылы тіркелесіздер. Одан кейін мына жерде мен бұрын тіркелгендіктен, мына жерде бірден менің уже Gmail почтам шығып тұр, Google аккаунт, осы Google аккаунт арқылы мен қайтадан осы платформаға кіремін. Сіздер міндетті түрде Google аккаунт арқылы тіркелесіздер, немесе электронный почта арқылы тіркелесіздер. Сол жерде оқушы немесе мұғалім деген белгі шығады. Сол жерде таңдап осы платформаға тіркелесіздер. Енді тіркелгеннен кейін бірден осындай бет ашылады сіздерге. Бізге ең қажетті, мына жерде ең қажетті біздің жұмыс жасайтынымыз, мына жерде создать батырмасын басып, ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Создать батырмасын басамыз. Батырманы басқаннан кейін бізге осындай бет ашылады. Енді қараңыздар, осының барлығы бізге жұмыс жасауда қажет болатын беттердің барлығы. Әр бөлімде төбесінен қарасаңыз, осындай мантиялар тұрады. Бұл мантиялар сіздерге соны басқанда, осы тапсырманы сіздер қалай орындайсыздар, кішкене сол жерде видео түрінде сіздерге түсіндіріп өтеді. Платформа ағылшын тілінде болғанымен, бірақ өте түсінікті. Енді мына жерде қараңыздар, игровые заданияға кіргеннен кейін бұл жерде өте көп шаблондар түрлері, ойын түрлерін жасайтын түрлері өте көп. Әр тапсырманың төбесінде мантиялар тұр. Сол мантияларды бассаңыздар, сіздерге осы тапсырманы қалай жасау керек екенін үлгісін көрсетеді. Міне осы жерден біз бізге өзімізге қажетті тақырып бойынша бірнеше ойындар құрастырып шыға алады екенбіз. Келесі бөлім, мысалы үшін поиск в библиотеке Lumio бөлімінде, осы жерге поискқа өзіңіздің кез келген тақырыпты жазып, ағылшын тілінде, мысалы үшін information деп мына жерге жазсам, бұл жерде маған әртүрлі өзі құрастырылған ойын түрлерін шығарып береді. Мысалы үшін бұл мына жерде ағылшын тілінде аралардың екі жағындағы сөздерді бір-біріне сәйкесін тауып, орнына араның ұясына орналастыру керек. Барлығын орналастырып шығамыз. Одан кейін проверить батырмасын басып, осы жерде тапсырма дұрыс немесе қате орындалғаны бойынша қарап шықсақ болады. Бұл осы платформаның библиотека бөліміндегі дайын ойын түрлері. Одан кейін рефлексия бөліміне өтіп, бұл жерде кері байланыс түрлерінде жасасақ болады бізге. Барлық жасаған жұмыстарымызды завершить работу батырмасын басқаннан кейін, міне осындай бетке біздің жұмыстарымыз түседі. Енді әрбір жасаған жұмыстың астында 3 нүктені басқанда поделиться батырмасы бар. Сол поделиться батырмасын басқанда, поделиться батырмасын басып, мына жерде бізде екі таңдау болады. Дайте копию для урока другим учителям, немесе мына жерде оқушыларға беру керек. Өзімізге қажетті получить ссылканы басып, өзімізге қажетті сілтемені көшіріп аламыз. Көшіріп алып, оны оқушыларға берсек болады. Келесі бөлім бізде қазір мына жерде біз кез келген бір ойын түрін жасап көрейік. Міне осы жерде ойын түрінде сәйкестендіру бөлімін аламыз. Одан кейін есептер және шешім. Есептерге есеп жазамыз кез келген, немесе бұл жерде тек қана есеп емес, өзіңізге қажетті кез келген тақырыпты қойсаңыздар болады. Дұрыс жауабын және мына жақта дұрыс нұсқасын және жауабын. Одан кейін добавить басып, өзімізге қажетті шаблонды таңдап аламыз. Мінекей мына осы сары шаблонды таңдағаннан кейін, мына жерде дұрыс жауаптарын бір-бірімен сәйкестендіреміз.
Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін жоғарыдағы оң жақтағы X батырмасын басып, бұл ойыннан шығамыз. Келесі тағы бір ойын түрін жасап көрейік. Ол үшін біз игровые заданияға кіреміз. Осы жерде өзімізге қажетті кез келген бір шаблонды таңдап алсақ болады. Мысалы үшін біз қазір осы жерден заполните пропуски деген бөлімін аламыз. Міне осы бетке келгеннен кейін алдын ала дайындап қойған өзіміздің мәтінді қойсақ болады. Осы жерге бұл жерге 300 сөзге дейін сөз сияды. Мәтінні несін қарайсыздар ғой? 300 сөзге дейін сияды. Одан кейін обозначить пропускиді басамыз. Қай сөзді біз ортадан, мысалы үшін, мәтіннің ішінен алып тастауымыз керек. Балалар сол сөздерді тауып қою керек. Сол сөздердің үстін басып шығамыз. Одан кейін редактировать текст басып, қайтадан мәтін қоссақ болады, ішінен сөздерді өзгертсек болады. Қайтадан обозначить пропускті басамыз, төмен жақта следующий батырмасын басамыз. Одан кейін бізге осы жерде шаблон түрлерін береді. Өзімізге қажетті, өзімізге ұнайтын кез келген түсті шаблоны таңдап, готовы батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде мінекей предварительный просмотр. Предварительный просмотрды басқаннан кейін осы жерде ойын қалай шықты, қалай ойналады, сол бізге көрсетіледі. Міне бос орынға қажетті сөзді қою керек. Қажетті сөздерді жылжыту арқылы қойып шығамыз. Проверить ответы міндетті түрде басып, сол жерден сөздеріміздің дұрыс қойды ма балалар, немесе дұрыс емес қойды ма тексеруге болады. Одан кейін редактировать заданияны басып, біз қайттан осы мәтінімізді өзгертсек, немесе ішіне сөздер қосуға болады бізге. Арқарай бұл жерге тағы да бізге 112 сөз сияды екен, соған қарайсыздар. Одан кейін бұл бетті жабамыз. Жұмысымыз аяқталғаннан кейін завершить редактированияны басамыз. Міне осы біздің рабочий столға, жаңа бетімізге осындай өзіміздің жасаған жұмыстарымыздың барлығы біздің страницамыздың бетіне дайын тұрады. Енді бұл жерде біз үш нүктені басып, поделицияны басамыз. Бұл жерде де поделицияны басып, яғни сілтемесін алып, оқушылар үшін сілтеме, немесе мұғалімдер үшін, осы жасаған жұмысымыздың копиясын мұғалімдер үшін сілтемесін жіберсек болады екен. Енді мінекей осы жерден копировать етіп алып, өзімізге қажетті сілтемесін копировать етіп алып, оны кез келген оқушыларға немесе рабочий столға қойсақ болады. Немесе начало батырмасын басып, осы жерде сілтеме тұрады. Осы сілтемені оқушыларға бересіздер, немесе hellosmart.com деп жазып, балалар соған кіріп, мына жерде введите идентификатор код деген тұр, сол кодты балалар жазу керек. Осы бетке өтеді. Өткеннен кейін міне осы тапсырмаларды осылай орындап шығады. Міндетті түрде болғаннан кейін проверить ответы. Одан кейін бұл жұмыс біткеннен кейін сол жақтағы 3 сызықты басып, конец уроканы басамыз. Бұл бетте бізге керегі тек қана мына создать батырмасын басып, осы жерден ары қарай жұмыс жасай береміз. Создать батырмасын басып, енді біз осы жалпы осы жердегі барлық функцияларды қолданып, толық бір сабақ жасап шығуға болады. Соны біз қалай жасаймыз, қазір сіздерге көрсететін боламын. Оның ішіне рефлексия қоссақ болады, игровые задания, YouTube-тан қоссақ болады, слайдтар барлығын қосып, өзіміздің бір сабағымызды жасап шығуға болады. Ол үшін осы новая страница бөліміне өтеміз.
новый страница бөлімін басқаннан кейін бізге осы жерде бірнеше слайд шаблон түрлерін ұсынады. Өзімізге қажетті, өзімізге ұнайтын, тақырыпқа сай келетін слайд шаблонын таңдап аламыз бұл жерден. Бұл жерде слайд шаблондары өте көп, өзіңізге қажетті біреуін таңдап аламыз. Мысал үшін мен осы бір бетті таңдаймын. Міне осы бетті таңдап алайын. Сол слайдты таңдағанның өзінде, оның ішінде де бізге тағы да бірнеше страницалар ұсынады. Бұл жерде выделит все басып барлық страницаларды алсақ болады, немесе өзімізге қажетті страницаларды басып, сол беттерді ғана өзімізге алсақ болады екен. Яғни мен бірінші осы бір бөлімді және міне осы үш бөлімді алып добавить басамын. Добавить басқаннан кейін міне маған мына слайд уже дайын тұр. Бұларды қалай редактировать жасаймыз, қалай тексттерді өзгертеміз, қалай өзіміздің тексттерді жазамыз. Осы текстің үстіне мышкамен бассақ, бұл тексттер өзгереді. Өзімізге қажетті сөзде тақырыпты, пәндің бәрі өзімізге не жазғымыз келеді, сол тақырып бойынша өтілетін сабағымыз соларды жазып, мысалы үшін мен Қазақстан тарихы 5-ші сынып деп жаздым. Бұл жерде міне настройкаларына басып, барлығын басып көрсеңіздер болады, ешқандай қиын емес. Егерде бір нәрсе дұрыс болмай қалса, мына жерде кішкене стрелка тұр ғой, артқа қарай бұратын, сол стрелканы басып қайттан артқа өтсеңіздер болады. Мінекей екінші бетке өттім. Бұл жерде мысалы үшін мен сабақ мақсатын жазуым мүмкін, кез келген өзіме қандай немесе ұйымдастыру кезеңі деп жазу мүмкін. Осы жерде міне А дегенді басып, сол жерден тексттер жаза берсем болады бұл жерге. Мінекей бұны жазған текстімді жылжыта аламын. Осындай А батырмасын басып, келесі тексті жазсам болады. Мысалы үшін енді келесі бетке өтетін болсақ, мысалы үшін мен бұл жерге топпен жұмыс істеп алсам болады. Осыны мына жерде 3 бөлікті 3 топқа тапсырма жазып қойсам болады. Топпен жұмыс деп жазамын. Одан кейін осы жерге үшеуіне жазу үшін А дегенді басып, сол жерге өзіме қажетті мәтіндерді жазып шықсам болады, немесе вставить етуге де болады. Настройкасына қарап шрифтті өзгертеміз, үлкейтіп алсақ болады, түстерін өзгертсек болады. Әртүрлі өзімізге ұнаған шрифтте жазып шыға алады екенбіз. Мысалы үшін бірінші топ, мына жерде мен қазір екінші топ деп жазам. Міне оны мышкамен басып, мен мына жерге алып келе аламын. Бұл жерде де шрифтін өзгертемін. Текстің түстерін де өзгертуге болады. Өзіңізге ұнаған, өзіңізге қолайлы түсте қойып алсақ болады екен. Келесі, енді төмендегі плюс батырмасын басып, осы жерде мысалы үшін мен YouTube'тан видео қойғым келеді. Осы жерге поискқа кез келген өзіңіздің тақырыпқа байланысты жазасыз. Мен мысалы үшін жерге Аблайхан деп жаздым. Аблайхан деп жазған екен, өзіңізге қажетті осы жерден видеоны аласыз. Видеоны басасыз, төмен жақта добавить басасыз. Добавить басқаннан кейін осы видео сіздің бірден осы страницаға түсетін болады. Міне видео дайын. Келесі бет, мына плюс батырмасын басып, мен бұл жерге бір ойын қойсам болады. Мысалы үшін игровые заданияға кіреміз. Кез келген өзіңізге қолайлы. Мысалы үшін мен бұл жерге де заполните прописка қоямын. Алдын ала дайындап қойған мәтінді ставить етемін. Мысалы үшін ішкі соғыстар кезінде Аблай жетім қалды. Шамамен 15 жасынан бастап. Мені осы жерде мен қай сөзді алып тастағым келіп тұр. Яғни балалар сол сөзді тауып бос орынға қою керек. Мысалы үшін жетім, сұлтан, биіктіктен деген 3 сөзді алдым. Следующий басқаннан кейін өзіме қажетті шаблондарды ұсынады.
қай шаблонды қоямын өзіңіз таңдайсыз, одан кейін готово батырмасын басасыз. Міне маған ойын дайын берілді. Предварительный просмотр басамыз. Мінеке осы жерден балалар өздеріне сөйлемдерді оқиды, қалып қалған сөздерді төменнен алып, қай сөз жетпей тұр, соларды орнына қойып шығады. Одан кейін проверить ответы, жауаптарын тексереміз, қатесі шығады. Одан кейін X батырмасын басып, бұл беттен шығамыз. Мінеке осы плюс батырмасын басып, арғарай өзімізге қажетті кез келген бетті қоссақ болады. Одан кейін барлық жұмысты жасап болған екен, завершить работу. Міне жасалған жұмысымыз осы біздің басты бетімізге түседі. Бұл жерден X батырма, 3 нүкте батырмасын басып, поделиться басып, сілтемені алып, сілтемені жібере аламыз. Міне сілтемені получить ссылку басқаннан кейін, осы жерден біз сілтемені копировать етіп аламыз. Немесе начало батырмасын басып, өзіміздің жұмысымызды бастай береміз. Міне осы слайд бізге ашылады. Бұл жерде әртүрлі шаблондарды қолдансаңыздар болады. Сол жақтағы басса қарасаңыздар, сол жерде стрелка тұрады. Сол стрелканы басу арқылы біз слайдтарды жылжыты алады екенбіз. Жоғары төмен қарай жылжытып отырамыз. Барлық жұмысты аяқтап болғаннан кейін, сабақтарымыздың барлығын аяқтап, мысалы үшін сабағымыз біткеннен кейін, жоғары жақта 3 сызық тұрады. Сол 3 сызықты басып, конец урока, сабақты аяқтаймыз. Міне осы бетте біздің барлық жасаған жұмыстарымыз осы жерде болады.